Саламатсыздар балалар. Бүгін біз 10-шы сыныпта қазақ әдебиеті пәні бойынша Мұхтар Мағауиннің Шақан шері романын өтеміз. Сабақтың мақсаты шығарманың ұлттық құндылықтарын табу арқылы жаһандық контексттерменен байланысын анықтау. Адам мен табиғат арасындағы байланыс. Шақан шері романындағы автор көтерген мәселені ұлттық мүдде тұрғысынан анықтап, маңыздылығын дәлелдейміз. Берілген үзінділер бойынша Шақан шері романы, Көксерек әңгімесі және Жанпида романындағы құндылықтарды айқындап талқылаймыз, үндестігін ашамыз, өзекті мәселелерін тауып, өзіндік баға береміз. Өткен сабақпенен бүгінгі сабақты байланыстыра отырып, шығармадағы өзіңіз үшін құнды деп тапқан сөздерді іздеп, өз ойымызды ортаға саламыз. Яғни, мен құнды деп санаймын. Себебі мына сөздің мән мағынасының астары мынада деп әрқайсыларыңыз дәптерлеріңізге өзіңіз үшін құнды сөздерді теріп жазыңыздар. Тамаша. Жазып болсаңыздар, экранға назар салып, ықтимал жауаптармен өз жауаптарыңызды салыстырыңыздар. Яғни, құнды ол отбасы, ең басты құндылық ол біздің туысқандық сезіміміз, айналадағы табиғатқа деген жанашырлық және тектілік екен балалар. Салыстырдыңыздар ма? Тамаша. Енді келесі тапсырма. Бұл біздің сіздердің зейіндеріңізді шоғырландырып, дұрыс-бұрыстығын тексеретін шын жалған тапсырмасы. Яғни, Шақан деген адам өмірде болмаған. Болмаған ба балалар? Әрине, жалған. Келесі тапсырма. Қазақ жерінде жолбарыстардың болғаны тек қана аңыз. Солай ма балалар? Жалған. Әрине, сырдың бойы, балқаштың бойында өмір сүргені сіздерге мәлім. Шақанды осы жолға итермелеген жолбарыс одан кек алған. Шын ба? Әрине, жалған. Келесі, жолбарыс өз бетімен кісіге тимейді. Әрине, шын. Шақан шері өз отбасын сүйетін адам. Әрине, шындық. Шақан өз отанының тәуелсіздігі үшін күрескен батыр. Әрине, шын. Шері деген жын-пері деген мағынаны білдіреді. Әрине, жалған. Мұхтардың жолбарысы империялық өктемдіктің символы. Әрине, шын. Сонымен балалар, бұл тапсырма бойынша сіздер өз жауаптарыңызды салыстырдыңыздар. Енді келесі тапсырма жаңа тақырыпты меңгеруге арналады. Өздеріңізге мәлім, біз сабақ басында топқа бөлінген болатынбыз. Яғни, Шақан шері романындағы автор көтерген мәселені ұлттық мүдде тұрғысынан анықтап, маңыздылығына дәлелдер келтіріп орындаймыз. Бірінші топ Шақан шері романындағы автор көтерген мәселені анықтайды. Екінші топ Шақан шері романындағы ұлттық мәселелерді ажыратады. Үшінші топ Шақан шері романындағы маңызды мәселелерге дәлел келтіреді. Яғни шығарманың құндылықтарын анықтай отырып, өз ойларыңды мысал дәлелмен толықтырыңыздар. Уақыт кетті. Тамаша балалар. Енді топпен орындаған тапсырмаларыңыздың ықтимал жауаптарын салыстырып көріңіздер. Бірінші топ шығармадағы басты кейіпкер Шақан шері аталып кеткен ер адамның іс-әрекеті арқылы әділетсіздікке қарсы күрес мәселесін айттыңыз. Тамаша. Екінші топ ол қазақ үшін отбасынан басталатын ең басты ұлттық құндылық. Тамаша жауап. Үшінші топ бұл шығарманың маңыздылығы бір ғана адамның, бір ғана халықтың басындағы жағдай емес, бұл ғаламдық проблеманы көтере білгендігінде болып табылады. Өте тамаша. Салыстырдыңыздар ғой. Келесі тапсырмаға назар аударайық балалар.
Әр топқа жеке әр шығармадан QR код арқылы үзінділер ұсынылды. Сол үзінділермен танысып, шығарманың атауы, ондағы негізгі құндылықтар, ғаламдық тақырып және сендердің өзіндік бағаларыңды кестеге толтырасыңдар. Бірінші топқа Мұхтар Әуезовтің Көксерек әңгімесінен үзінді ұсынылған бейнебаянға назар аударамыз. Екінші топқа өздеріңізге таныс Мұхтар Мағауиннің Шақан шері романынан үзінді бейнебаянға назар аударамыз. Іленің етегін ұялы қаншырдан тазартқан, табу оңай, аңду оңай, атып түсіру тіпті оңай. Қайткенде де жолбарыс берісі Шақан шері үшін машықты кәсіп. Содан соң саяқ арландарының соңына түсті. Серік іздеген қаншырдың мауыққан үнімен аңырай шақырады. Баспадан қорғасын оқпен тосып алады. Тіпті жолбарыстың терісін сыпыруға ерінетін болды. Жаңа қалаға 2-3-еуін апарып, оқ, дәріге молыққан соң артық жұмыс көре бастаған. Ал Шақан өз тірлігінен таймады. Жолбарыс әулетіне қарсы жанкешті соғысын одан әрі жалғастырды. Үшінші топтың назарына Шыңғыс Айтматовтың Жампида романынан үзінді бейнебаян ұсынамыз. Шыңғыс Айтматовтың Жампида романынан үзінді адамдар, жарты құдайлар. Олар да Мойынқұмның кейіптерін аулайтын. Әуелі астарына ат мініп, үстеріне тері, қолдарына садақ ұстай келген олар кейіннен мылтықтарын күрсілдетіп, қиқулап, олай-бұлай шапқылайтынды шығарды. Киіктер бұл кезде бұта-бұтаны паналап, сексеуіл тоғайларына барып тығылатын. Бұдан соң машинаға мінуді әдет қылған жарты құдайлар сілесі қатқан ақ бөкендерді қасқырлар секілді шеп құрып қыратын болды. Ал сонымен балалар, сіздер әр топ осы берілген мәтіннің үзінділері арқылы құндылықтардың үндесуін талдайсыздар. Өзіндік ой қорытып дәлелді ойлармен бөлістіресіздер және үзіндіден мысалдар келтіріп өмірмен байланыстырдыңыздар. Міне тамаша, жұмысты өте тамаша орындадыңыздар. Келесі тапсырма, яғни осы өткен шығармалар бойынша сіздер шығармаға қатысты сұрақтар қоясыздар. Өз пікірлеріңізді дәлелдеп бересіздер. Үлгі сұрақтарға назар салсақ, жолбарыстың қай мінезін тектілікке балар едіңіз? Жолбарыстарды шексіз қырудың соңы неге апарарын ойландыңыз ба? Жолбарыс туралы деректерді оқыдыңыз ба? Әлде бақылау арқылы түйсіндіңіз бе? Деген сұрақтар арқылы мәтіннен жауаптар табасыздар. Енді балалар дәптермен жұмыс. Яғни мен үшін табиғат маңызды, өйткені деп әрі қарай ойланып, дәптерге өз ойларыңызды түсіріңіздер. Біздің сабақ барысынан бері қарай айтылып жатқан негізгі құндылықтарымызбен өз ойыңызды көркем жазыңыз. Тамаша. Енді балалар, осы бүгінгі өткен тапсырмалары бойынша мен бүгінгі сабақта нені білдім? Осы уақытқа дейін нені білемін? Болашақта нені білгім келеді?
деген сауалдар бойынша QR кодтарға сілтеме жасау арқылы бүгінгі сабағымызға кері байланыс берулеріңіз сұралады. Сабағымызды қорытындылай келе, біз бүгін нені меңгердік? Шақан шерінің жолбарыстың аузынан мерт болған бауыр еті баласы мен жарының өлімі үшін жолбарыстан кек алуды мақсат етіп, жаралы жыртқыш аңға айналып, күн кешуі, отбасы, отаны үшін жанкештілікке баруы, ұлттық мүдде, ұлттық құндылық болып табылатынын айқындадыңыздар. Бұл шығарманың маңыздылығын тек бір ғана адамның немесе бір ғана халықтың басындағы трагедиялық жағдайды емес, жалпы ғаламдық проблемаларды да көтере білгендігін ажырата алдыңыздар. Үшіншіден, шығармадағы басты кейіпкер Шақан шері аталып кеткен ер адамның іс-әрекеті арқылы әділетсіздікке қарсы күрес мәселесін, сонымен қатар адамзат пен табиғат арасындағы үндестіктің жойылуы, табиғат заңдылығының тепе-теңдігі, адамзаттың араласуымен бұзылғандығы туралы анықтай алдыңыздар. Классик жазушылардың шығармаларындағы құндылықтарды айқындап, әлемдік тақырыптарменен үндестігін таптыңыз. Ғаламдық деңгейдегі өзекті мәселелерді кестеге түсірдіңіз, өзіндік баға бердіңіз. Бесіншіден, мен үшін табиғат маңызды деп, өз ойыңызды көркем жеткізе алдыңыз. Сонымен балалар, сабағымызды аяқтай келе, үйге тапсырма, әлем әдебиетінде көтерілген табиғат пен адам арасындағы сабақтастық туралы шағын жоба қорғау. Жоба жазу арқылы жобаның жазу құрылымын сақтайсыздар. Көтерілген мәселелердегі қазіргі жаһан өміріменен байланыстыра отырып баяндайсыздар. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызға белсене қатысқандарыңыз үшін алғыс білдіре отырып, жолбарыстың жүрегін, қасқырдың қайсарлығын, даланың аңы, киіктің адалдығын тілей отырып, келешектеріңізге жарқын болашақ тілеймін.